Мен Алекс және де біз бүгінгі видеода Bedwars мини ойнайтын боламыз. Өте керемет ойынды. Ендеше біз видеоға қарай кеттік. Так, достар, біздің каткамыз осындай бір керемет картада өтеді. Бірақ бұл карта, маған онша атмай бермейді. Сондықтан да сүре береміз. Так, бізді көзімізге салынып жатыр. Так, блоктарды алып аламыз өзімізге кереметтей. Және де сіздер де құртпай лайктарыңызды басып отырыңыздар. Біздің арнада 0 подписчик прикинь, енді байқап отырмын. Сондықтан да лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бұл озвучка болмайды бұл видеода. Тек қана өзіміз түсіреміз, өзіміз сөйлеп. Және де біздің арнаға жазылуларыңызды тағы да сұрай кетемін сіздерден. Себебі бізден 0 подписчик. Так, короче, центрға салынайық тестеден. Өзім ыңғайлы осындай бір болсақ қойдым. Так, жолталарды олтай кету керек. Жолта. Қашу керек. Так, біз жүру. Так, біздің команда красныйдікін сындырды. Команда красная была уничтожена. Және де команда красная была истреблена. Так, бізді канал қуып жүре берсін, қуа берсін. Ал біздің команда кетті. Түрге тырысам. Так, короче. Мына жақта артық дауыстар естіліп жатса. Бензер бұл картада біз ташт етсек. Өте керемет болады. Біз бұл каткада атамыз, бұл атпаймыз, оны білмеймін. Так, мыналар, короче, әңгімені қойып видеоға кетейік. Ана жақта естіліп жатса ренжімеңіздер. Қуат келші. Қой, ешкі. Иттің баласы сындырды. Иттің ғана баласы біздің команданың граватын сындырды. Ал біздің молодец, красавчик. Ёпта. Так, короче, бірінші каткада біз ұтылдық. Ал ендеше біз екінші каткаға кеттік. Так, достар, біз келесі каткада Bedwars емес, короче, Murder Mystery ойнаймыз, яғни Murder Mystery деген ойынды білетін шығарсыздар енді. Сол ойынды қазір ойнаймыз. Одан кейін Skywars ойнауымызды әбден мүмкін. Короче, бұл ойында білмейтіндеріңіз болса, короче, қалай айтсам болады. Короче, невинный деген кәдімгі адамдар, 10 золотой жинаймыз да лук аламыз, ол лук бір-ақ рет атуға жетеді. Ал сосын детектив деген болады, ол детектив дегендер, короче, детектив деген невинныйларды қорғайды. Кімнен қорғайды десеңіздер, убийцадан. Убийца, маньяк, сондай айта берсеңіздер, өздеріңіз білесіздер, короче. Және де бұл біздің нешінші видеомыз, білмеймін, бірақ 0 подписчик, 3-ші видео қойдым. Көргендеріңізде бізде жаңа скин, оны сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Сондықтан да скин ұнаса лайк басыңыздар. Және де каналда шапка шықты. Және де бір авалды өзімізге. Короче, келесі неде осы біткен соң, осы ойын біткен соң, Murder Mystery біткен соң, біз Skywars'та түсіруіміз мүмкін. Короче, 2 золота. Так, мына жерде 2 золоталардың толып тұр екен. Орда алайық. Так, міне 2 золота, ана жерде 2 золота, ана жерде 1 золота, сосын алайық соларды. Так, достар, менде экран қатып жатыр. Сіздер де дәйекте лайктарыңызды басып отырыңыздар. Так, мен әлі көрмедім. Маньякты, яғни убийцаны. Өздеріңіз білесіздер, қалай айтсаңыздар. Короче, біз не алдық? Алдық, бірақ оқтық. Сонда бізге тоқта біз. Сонда біз золото жинап жүре берекші. Убийцаны көргенде аты саламыз сосын. Ешқана жүрек осылай. Там білмегенде. Так, мына жерде 3 золото тұр екен. Ана жерде 3 золото, ана жерде 3 золото. Что-то невинный 8 дейді. Ешкім жоқ сияқты болып көрініп тұр. Әлде олар вообще мына жаққа келмей тұр. Мен вообще басқа жақта жүрмін. Так, біздің видеомыздың 5-ші минуттары. Болды, бәрін алдық десек те болады біз. Болды, 2 оқ болды бізде. Так, чатқа
Қарасаңыздар, неше түрлі жаман сөздер жазып жатыр. Оған мән бермей қойыңыздар. Оны мен жоқ тұсауымда мүмкін жаман монтаж еткенде. Тек міне мына жерлер толып тұр оқтар деген. Құлап кете жаздадым. Так, солға бұрыламыз. Так, осыларды алайық. Золото 8. Тағы бір қалдық. Золотаны аламыз. Так, короче, артық дауыстар естіліп жатса тағы да ренжімеймін. Ренжімеймін деп оған ренжімейсіздер, короче. Бұл ойынды түсіндірдім сіздерге. Так, мынау кім? Детектив болсақ өте керемет болатын еді. Детектив болмадық, бірақ невинный болды. Невинный 6 қалды. Убийца жай-жайлап өлтіріп жатыр. Так, бір золото. Дайте 1 золото. Дайте 1. Так, достар, короче, біз жаңағы каткада оттық. Ал енді біз келесі ойынға Skywars'қа кеттік. Так, достар, короче, біз Skywars ойнамайтын болдық. Короче, интернет істемеді. Оған ренжімейсіздер. Ендеше сіздерде оған айып етпеңіздер, жаңағы айтқанымдай. Сіздерде лайктарыңызды басып, біздің арнамызға жазылып, қолдап отырыңыздар. Ал енді сіздермен болған мен Алекс Плей арнасы. Қош сау болыңыздар.